Ассалям достар, Ассалям арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Ақжарқын. Бүгінгі видеоблогымыз бал қосылған жұмсақ торт әзірлейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің балды тортымызға қажетті заттар: 180 грамм сары майымыз, және 3 ас қасық бал қосамыз, және 180 грамм қантымызды қосамыз, 200 грамм қаймағымыз, 2 жұмыртқа қосамыз, 1 шай қасық ас содасы, және 300 грамм ұнымызды қосамыз. Бұл қамырына арналған. Ал креміне келсек, жаңағы қайнатылған қоюландырған сүтіміз, яғни варенка, бұдан жаңа бір банкасы 180 грамм бұнда, және 400 грамм қаймағымыз керек болады креміне. Мінекей біз 180 грамм сары майымызбен жаңағы 180 грамм қантымызды және 3 ас қасық балымызды салдық. Енді осы ыстық буда араластырып жаңағы тұрамыз, әбден ергенше қантымыз. Мінекей достар, біздің сары майымыз, жаңа қантымыз, балымыз ери бастады. Енді осыған біз 1 шай қасық жаңағы ас содамызды қосамыз. Жаңағы мына массамыз жаңағы түсін өзгерткенше ұстаймыз. Ыстық буда 10 минуттай ұстасаңыздар жетеді. Осылай араластыра отырып, одан кейін оттан аламыз. Мінекей достар, біздің жаңағы массамыз әбден жаңа қант еріді, түсін өзгерте бастады, кішкене көтерілді. Бұнда ас содасы болғандықтан енді біз ыстық будан аламыз. Мінекей біз жаңағы массамызды ыстық будан алдық. Мен басқа ыдысқа аударып алдым. Енді біз 200 грамм қаймағымызды қосамыз. Және осыған 2 жұмыртқамызды 2 бөлікке бөліп алып, яғни бір-бірден құямыз. Енді 300 грамм ұнымызды шетінен қоса отырып араластырамыз. Жұмыздың қамыры дайын болды. Енді біз формамызға құю ғана қалды. Жаңағы қамырымызды құямыз. Біз формамызға жаңағы коржымыздың массасын құйып алдық. Енді 180 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің коржымыз пісті. Енді біз осыны теңдей жаңағы 4 бөлікке бөліп аламыз. Мінекей достар, біз креміне жаңағы 180 грамм қайнатылған қою сүтімізді салып алдық, және 400 грамм қаймағымызды салып қойдық. Енді осы екеуін жақсылап миксермен араластырамыз. Мінекей креміміз дайындап алдық, кремімізді. Мінекей достар, біз тортымызды жинаймыз. Біз жаңа 4 бөлікке бөлген кезде шеттерін кішкене тегістеп кесіп алдық. Ол жаңа кесінділерін біз қазір бетіне сепкенге керек болады. Енді біз кремімізді жағып жинап шығайық тортымызды.
Мінекей достар, біздің бүгінгі бал қосып жасаған жаңағы жұмсақ тортымыз дайын болды. Егер жаңағы мен 4 бұрышты формаға құйып пісірсем, сіздер жаңағы дөңгелек формаларыңызға массаңызды 4 бөлікке бөліп алып шетінен пісірсеңіздер болады. Дөңгелек қылып та шығаруға болады бұл тортымызды. Енді біз тоңазытқышқа 3-4 сағатқа жібереміз тортты. Ал мінекей достар, егер рецепт ұнап жатса, каналыма лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.